Кірпінің туған күні. Жасыл шалғынға күн шуағын төгіп тұрған жаймашуақтан еді. Көгілдір аспанда ақ мақтадай бұлттар қалқып, алыс бір жерде кішкентай ғана ағаш үй тұр. Сол үйдің жанында қоян, ай, түлкі және бүгінгі мерекенің басты иесі кішкентай кірпі жиналыпты. Бүгін кірпінің туған күні. Кірпі өзі ұялып, басын төмен салып тұрса да, көздері қуаныштан жарқырайды. Оның достары оған арнайы сыйлықтар дайындап келген. Кірпі, туған күніңмен, деп ең алдымен қоян секіріп келді. Ол кірпінің үстіне жасалған әдемі гүл шоғын тақты. Міне, саған бақыт пен қуаныш тілеймін. Ай болса үлкен, мейірімді жүректі жан еді. Ол кірпіге кішкентай гүлдесте сыйлап, досым, әр күнің осындай жарқын болсын, деп жылы жымиды. Ал тиін кірпіге өлең шығарыпты. Қол қыстасып ойнайық бірге, торт пен тәттілер үстелде. Туған күнің құтты болсын кірпі, достықпен әр күн мереке болсын, деді ол өзіне тән қылықпен. Балалардай мәз болып, жан-жануарлар орман ішінде кішкентай мереке ұйымдастырды. Ән айтты, ойнады, биледі. Кірпі өз достарына қарап, сендер болғанда менің әр күнім мереке. Рахмет сендерге, деді. Сөйтіп, кірпінің туған күні достыққа толы жылы көңілді мерекеге айналды.